Сәлеметсіздер ме, құрметті менің YouTube көрермендерім. Біз бүгін балам Мұхаммад екеуміз сіздерге 15 минутта компоттың дайындалу жолын көрсетеміз. Видеоны соңына дейін қарап, видеоны лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер, бізбен бірге жасап көріңіздер. İşte oğlum bak. Bir şey yok daha da. Бұл компоттың ерекшелігі ешқандай банкаға басудың қажеті жоқ. Бар болғаны жазды күні жемістерді мұздатқышта қатырып қойып, қыста жасап іше бересіздер. Балаларыңызға өте пайдалы. Ең алдымен ыдысқа салқын су құямыз. Мен 3 литрлік ыдысты пайдаландым. Одан кейін мұздатылған кез келген жемісті қолдансаңыз болады. Мен шие қолдандым. Негізі барлығын көз мөлшерімен жасай беруге болады, бірақ видео рецептте барлығын мөлшерімен қалдырдым. Дәл осылай суға шиені салғаннан кейін газға қойып, оны бар үлкен жылдамдығымен 15-20 минутта қайнатып аламыз да, бірден астын сөндіреміз. Яғни бұл компотты көп қайнатып қоюға болмайды, ол кезде шие түсін жоғалтып, қара қоңырқай түске еніп кетуі мүмкін. Міне, біздің компотымыз дайын болды. Енді астын сөндіріп, оған қажетті мөлшердегі қантты қосып, бетін жауып салқын жерге қойып қоямыз. Міне, компотымыз дайын болды. 1-2 сағаттың ішінде суып үлгерді. Балапаныма өте қатты ұнады. Ұнағаны соншалық ән айтып, би-билеп, көңілі көтеріліп сала берді. Сіздер де дәл осы рецептпен компот жасап, балапандарыңызды қуантыңыздар, балапандарыңыз ауырмасын. Бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет.